Қазақ халқы қай уақытта болмасын ұрпақ тәрбиесін ұлттық болашағы деп білген. Анаға қарап қыз өсер, әкеге қарап ұл өсер демекші, бала тәрбиесіне сонау заманнан бері аса көңіл бөлген. Бала тәрбиесі туралы нақыл сөздерді тыңдай отырыңыздар. Адамның адамшылдығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл, құлша тәрбиелесең, құл болмақшы. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт – жас күнде көрген өнеге. Бала тәрбиесі бір өнер. Өнер болғанда ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуда тілейтін өнер. Ел боламын десең, бесігіңді түзе. Адам өміріндегі ең үлкен қуаныш – бала сүю. Бала адамның бауыр еті. Балаңды 5 жасқа дейін патшаңдай күт. 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса. 15-тен асқан соң досыңдай сыйла. Баланы жастан, әйелді бастан. Балаға үміт артқан елдің болашағы бар. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Бала тілі бал. Бала өмірдің гүлі. Бала әке шешенің айнасы. Бала тәрбиесі баршаның ісі.